Сәлем, құрметті тіркелуші қыздар. Қалдарыңыз қалай? Мынау өздеріңіздің алдарыңызда көріп тұрған хе, кәдөлгі Корей халқының ашты хесі. Бұл тауықтың жүрегінен жасалған хе. Бұл өте арзанға түседі. Тауықтың жүрегі арзан ғой. Сондай бір тамаша дәмді, бұны ыстық салат ретінде де жеуге болады, закуска ретінде де жеуге болады. Мінекей не болмаса ыстық тамақ ретінде картошкамен жеуге де болады. Кешкі ас немесе түскі ас кезінде жеуге де болады. Сондай дәмді болады. Қазір дайындауды айтамын. Ең бірінші мені 1 килограмм жүрек әкелдім. Алдымен 1 килограмм жүректі әкеліп, оның құйыршығы дейді ғой, майымен құйыршығын кесіп алып тастаған кезде бұл шамамен бір 600 граммдай болды. Бірінші жуып алдымдағы екіге бөлген кезде ішінен ұйып қалған қандарының бәрін тағы да жуып тастадым. Содан осындай болып шықты. Енді осыны шамамен бір 5 қасықтай сұйық майды қыздырып қатты, сосын оны осы мінекей табаға өстіп салып қуырдым. Ешқандай су құймаймыз, қыздар. Өзінің согына пысады. Сосын соғы тартылып қалғаннан кейін өзінің майына қуырылады. Мінекей ешқандай тұз салмаңыздар, өйткені тұз етті қатырып жібереді. Мен өзінің соғы шықты, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осы қалпында ештеңе істемейміз, суда құймаймыз, тұз да салмаймыз, бұрыш та салмаймыз. Бұрыш салам десеңіздер салыңыздар, өздеріңіз біліңіздер, негізінде разница жоқ, қай уақытта салсаңыздар да, ал бірақ тұз салмаңыздар. Одан кейін мен алып мынандай чеснок, бір пиязды турадым, үлкен пиязды, негізі кішкентай ғана турау керек болған пиязды. Содан кейін мінекей зелен қолда бар, кез келген зелен. Содан кейін сәбіз, мінекей тоже үлкен сәбіз, негізі кішкентай ғана салу керек болатын. Үйге қонақ келіп қалды дайындау барысында, сондықтан мен үлкендерін турап жібердім. Соевый соус, уксус, 70 граммдық уксус, оны кішкентай қасықпен бір жарты қасықтай ғана саласыздар. Одан кейін паприка, қызыл бұрыш, міндетті түрде қызыл бұрыш. Хе дегеннің өзі негізінде жеген кезде адам хе деу керек. Өйткені ол ашты болады. Одан кейін кинза. Менде кинза әрине свежие болса жақсы болар еді. Менде зеленім аз болғандықтан мен жаңағы кинзаны да қосып жіберуді жөн көрдім. Мінекей біздің жаңағы жүрек, тауықтың жүрегі, соның бәрі сарқылып, енді қуырылу процесі басталды өзінің майына. Сол кезде алдымда міне пиязды салдым. Пиязды өте көп салып жібердім. Жаңа айттым ғой, үйге қонақ келіп қалды, сондықтан ыстық тамақ ретінде болсын деп пиязды көп салып жібердім. Пияз бен сәбізді. Пиязды егер аз салған кезде, бұл пиязды қуырмаса да болады негізі. Енді әркімнің өзінің рецебі бар ғой, әртүрлі. Қатып қалған бір рецеп жоқ, өстіп істеу керек деген. Кейбір адам пиязды қуырмайды, жай әншейін сала салады, отты өшіргеннен кейін. Ол кезде пиязды сіз жіп-жіңішке қып, жіптей қып турауыңыз керек. Мен қуыратын болғандықтан кішкене үлкендеу қылып, кесектеу қылып турап жібердім. Мінекей бұл қуыру деген сөз кішкене артықтау болатын шығар, қуыру емес, жай ғана жұмсарту ыстық майда. Сөйтіп айтқанымыз дұрыс болар. Jay ғана ыстық майда, мінекей астында газы жанып тұр. Өстіп кішкене қуырдым, жұмсарттым пиязды. Кішкене жұмсарсын. Одан кейін қазір мен алып бұған сәбізді саламын. Міне сәбізім де келе жатыр. Сәбізді өздеріңіз білетін корейский теркадан өткіздім. Содан кейін сәбізді салдым. Сәбізді де қуырып жібермеңіздер. Бұл жай әншейін жұмсарту ретінде. Негізі менің жүрек менде аз болып кетті, басқалары көбірек болып кетті. Одан кейін астын өшіріп барып, чесногымды салдым. Анау менің абысыным, баласымен дәл сол кезде қонаққа келе қалды да, осы көбірек қып жібердім. Одан кейін мінекей тұз, паприка және бұрыш, қызыл бұрыш салдым. Оны араластырып болғаннан кейін ең соңынан кішкене суылдау деген кезде барып осы зеленімді салып жібердім. Мінекей
бұл свежий зелень. Салып жіберіп кішкене араластырдым. Зеленім әрине аз болып кетті. Егер кішкене үлкендеу болып туралып, кішкене көбірек болғанда одан да дәмді, одан да жақсы болатын еді. Сосын кейін мына жүрек бар ғой, тауықтың жүрегі қаттырақ қорылып кетпесін, ол қатайып кішірейіп қалады. Сондықтан естеріңізде болсын. Енді менің мына суығаннан кейін барып, бұған қазір соевый соус құямын. Үлкен қасықпен шамамен бір 2 қасықтай соевый соус. Кей адам тіпті жақсы көреді, 3-4 құйып жіберіңіз. Соевый соус дәм береді ғой. Тұз салған кезде көбірек салып жібермеңіздер, өйткені мына уксуста да, соевый соуста да тұздың дәмін береді ол. Сондықтан да тұз салғанда кішкене абай болыңыздар. Уксустан бір кіші қасықпен 1/2 қасықтай құйып жібердім. Мінекей, өздеріңіз көргендей бұл дайын болды. Қазір картошкамен жеген сондай дәмді болады. Мінекей, құрметті қыздар, біздің арнамызға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңадан шыққан әлі де бір талай біздің видеоларымызға куә боласыздар. Мен өте бір арзанға түсетін қолда бар тағамдармен жасауды айтамын.